Өзгеде ақпараттар. Бәйтерек холдингінің кеншілес ұйымы Қазақстанның даму банкі жасыл жобаларды белсенді қаржыландырып келеді. Биыл Қостомар кентінде қуаты 50 мегаватт болатын жел электр станциясының алғашқы кешені іске қосылды. Компания басшыларының айтуынша, құрылыстың екінші кезеңі келер жылы аяқталмақ. Бұл 10 мыңнан астам отбасын электр энергиясымен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Ірі экожоба жайлы әріптесім Ғалымжан Өтемісов тарқатады. Елорда маңында орналасқан жел электр станциясында 15 жел генераторы орнатылған. Құрылғыларды Цате Green Energy компаниясы Даниядан арнайы алдырыпты. Қондырғының әрқайсысы қуаты 3,3 мегаватт болатын энергия көзін өндіреді. Жобаны жүзеге асыруға 2 жылда 45 миллиард теңге жұмсалған. Отандық компанияға Қазақстанның даму банкі қаржылық қолдау көрсетіп отыр. Энергетика, включая возобновляемые. Банк жасыл энергияны өндіретін компанияларға айрықша қолдау көрсетеді. Қаржыландыру 2017 жылдың желтоқсанында ашылды. Ол кезде 30,5 миллиард теңгеге несие ұсындық. Несиенің мерзімі 10,5 жылға жоспарланған. Жылдық сыйақы мөлшері 12,58%. Парк құрылғылары аймақтың суық климаттық жағдайына бейімделген. Бұл аумақта әкімшілік тұрмыстық кешенде орналасыпты. Келешекте мұнда энергияны зерттеу орталығын құру жоспарланып отыр. Да, если мы говорим по производству электрической энергии, то бірінші іске қосу кешені бойынша жылына 170 миллион киловатт өндіргіміз келеді. Экологиялық таза электр энергиясын өндіру арқылы паркингтік газдардың шығынын қысқартатын боламыз. Ал бұл жылына 230 мың тонна паркингтік газ. Сонда бір жыл ішінде 113 мың машинадан шығатын зиянды газдардың залалын азайтамыз. Парк құрылысының екінші кезеңінде тағы 15 жел генераторы орнатылмақ. Демек өндірістік қуат тағы 100 мегаваттқа дейін артпақ. Ғалымжан Өтемісов, Астана телеарнасы.